Джордан Белфорд кәдімгі бухгалтер отбасында дүниеге келген, бірақ оның ақшаға құмарлығы, амбициясының қатты болған соншалық ФБР-дің өзі іздеуіне кіріседі. Бұл фильм шынайы оқиғаларға негізделген. Біреулер үшін ол кумир болса, ал енді басқалар үшін ол алаяқ. Олай болса, көп сөзбай киноны бастайық. Стрит Окманд әлемдегі үлкен брокерлік офисте брокерлер Карли есімді жігітті дәлдеп лақтырумен болады. Ал енді сұрақ, брокерлер кімдер? Олар компаниялардың акцияларын жеке тұлғаларға сатуға көмектеседі және сатқан үшін белгілі бір пайызды өздері алады. Ал акция иелері акция үшін компаниядан дивидендтік табыстар табумен болады. Джордан Белфорд дәл осы офистің иесі және жылдық табысы $49 миллион құрайды. Онда өзіне тиесілі яхта, супермодель әйелі, 2 баласы және де суперкарларға ие. Белфорд яхтасына вертолетпен қонады, бірақ удай мас, сол себептен қону сәтті болмады. Ол өз империясын дамыту жолында тыйым салынған түрлі нәрселер жасайды, есірткі, қыздар, тағы басқа. Бірақ оған нағыз шабытты ақша береді. Барлығы оның 22 жасында басталды. Жас брокер компанияға уақытша стажерлікке алынады. Жас жары Тереза оны компанияға дейін жеткізеді. Бірінші күн, бірінші жұмыс, бірінші мүмкіндік. Тәжірибелі әріптесі Белфордты күлкіге айналдырады, бірақ фирма басшысы Марк оның талантын байқап, өзінің жанын алады. Әңгіме барысында Марк оған өзінің байыған жолын айтады. Құтты бір Белфордтың болашағын айтқандай, Марк оған тыйым салынған заттар бізге күні-түні жұмыс істеуге мүмкіндік беретінін айта келе, ешкім акцияның не бағасы көтерілетінін немесе құлайтынын ешкім де білмейді. Брокерге бастысы акцияны сатып үстінен табыс тапса болды, дейді. Клиенттердің жолы болып акцияның бағасы көтерілсе және оны қайтарғысы келсе, соған жол бермеу керек. Оны жаңа акция сатып алуға итермелеу қажеттілігін түсіндіреді. Арада аз уақыт өткен соң Белфорд Уолл-стритте брокер болып жұмысқа орналасады. Қырсық шалғанда дәл жұмысқа тұрған күні акция бағалары құлдырап, фирма банкротқа ұшырайды. Жігіт жұмыссыз қалады. Ақша жетіспеушілігі жас отбасыға қиындық әкеледі. Тереза, мен бәлкім неке сақинамды өткізейін десе, Белфорд қайтсе де табысқа жететіндігін айтып сендіреді. Газеттің астыңғы жағынан брокерлерге деген вакансияны көз шалады. Дереу сонда аттанады. Офис нашар екенін бірден көзге көрінеді. Компьютер, арнайы құрылғылар да жоқ. Фирма басшысы клиенттеріне ешқандай табыс әкелмейтін жай ғана арзанқол акцияларды сатумен айналысады. Олардың клиенттерге $100 ғана салып байып кетуді армандайтын орта тап өкілдері. Және осы қызметіне брокерлер Уолл-стриттегідей 1% емес, бақанда 50% алады. Джордан өзінің алғашқы комиссиясын жасайды. Джорданның алдау принципі былай. Ол алдындағы тәжірибелі брокерлерден үйренгенін қолдан болашағы бар ау делінген $20 акция сатады және бағаны көтеру үшін арзанқол $1-2 акцияны қоқыс төккенде $20 қоса сатып жібереді. Наши аналитики подсчитали, что они взлетят до небес очень скоро. Бірінші комиссиясын дәл осылай $6000 акциясын сатып, комиссия арқылы 50% алып $3000 табыс табады. Бұл осы фирмадағы ең үлкен сатылым болды. Бір айдан соң Джордан қымбат көлік сатып алып, мейрамханада ас ішіп отқан жерінен көршісі Донни келеді. Донни Джорданның жетістігіне сене алмайды. Белфорд шегін көрсеткенде дәмесі зор. Донни жұмыстан шығып, Джорданмен бірлесіп брокерлік компаниясын ашады. Алғашқы командасын құрады. Тобында тек Уоллда ғана жоғарғы заңгер білімі бар, ал қалған шпаналар дәл Уаттер, Робби, Шистер, Бред бар. Джордан Бредтен қалай сұраныс тудыруын сұрайды және оған мысал ретінде қалам береді. Запиши мне свое имя на салфетке. Мне нечем записать. Вот именно. Где спрос, там предложение. Олар гаражда брокерлік жұмысын бастайды, бірақ офис гараж болғандықтан клиенттер үшін тартымды орта емес екенін түсініп, Окманд бренд брокерлік компаниясын ашып, және ең бай сатып алушылардың сеніміне кіру үшін тұрақты түрдегі мықты акцияларды сатып, кейінірек арзан акцияларды қоқыс төккендей тастап, үлкен комиссиясымен ұстап қалу. Джордан әріптестеріне қалай клиентпен сөйлесуді үйретумен болады. Үлкен комиссия арқылы ол аз уақытта үлкен табысқа жетеді. Ол өзіне ақша әкеледі деген жас талантты брокерлерді жұмысқа алады. Брокерлердің көңілін көтеру үшін оркестр, стриптиздер, есірткі түрлерін тұтынуға мәжбүр болады. Окмандтың жетістігін тіпті ФБР-дің өзі тексере бастайды, және сол ФБР-дің есімі Патрик Ден бақылады. Офиске журналист келіп сұхбат жүргізеді. Форбестің басты бетіне бұрмаланған Робин Гуд Уолл-стрит қасқыры деген атақпен сұмдық мақала болады. Байлардың ақшасын тартып алып, өзінің әріптестеріне береді делінген. Жігіт ашуда, бірақ әйелі жаман реклама болмайды дейді.
ертесіне Джорданды брокерлер жұмысқа алуына өтініп қоршап алады. Бір ай ішінде олар 2 есеге дейін өсіп, жаңа офис алуына мәжбүр болады. Офисте тыйым салынған заттар қолданғандықтан, нағыз азғындық, елдердегі тестостерон деңгейі жоғары болғандықтан, амалсыздан әкесін тәртіп жөнінде жұмысқа алуына тура келеді. Әкесінің жүйкесі жұқарып кеткен адамдығын, сол себептен әкесі Джордан мен оның серіктестеріне кешкі асы үшін $26,000 құртқанынан наразы. Дони зұлым ағай деп мазақтап қашады. Джорданның әкесі ұлының өзгеріп кеткендігін, отбасы құндылықтарын сақтап, жеңіл жүріс-түрлерге бармау қажеттігін айтады. Бірақ оған бәрібір. Ол өз үйінде сауық кешін ұйымдастыруда, және де ол компанияның деңгейін көтеретіндігін айтады. Жаңа тактика бойынша енді олар акцияларын бірінші орынға қоятын ірі компанияларды іздемекші. Сол арқылы бұл бағаларды бақылауға мүмкіндік алады. Миға шабуыл жасау үшін команда өз миларының 100% жұмыс істегенін қалап, ойларына келгенін бәрін жасайды. Ал Дони күңкілдеп Стив Мэдденді айтумен болады. Бұл әйгілі әйелдер аяқ киімін жасаушы компания. Джордан дәл осылармен әріптестік орнатқысы келеді. Кешке Наоми есімді қызда пайда болады. Оның сұлулығын көруге бәрі ынтызар. Тереза мен Наомидің жігітінің ойларына қарамастан, екеуі жақсы сырласып, қыздың көзайымын айналады. Оны ас ішуге шақырып, үстел үстінде ер адамның қиялын қозғап тастайды. Джордан мүмкіндікті жібермей, оны үйіне дейін жеткізіп салады. Қызда кетері емес. Не хочешь подняться ко мне чаю попить? Джордан ішке кіріп, үйіне қайтпақшы болған. Сол сәтте есіктен Наоми ашық болып шығады. Екеуінің қарым-қатынасы өте жақын болады. Қызықты күндерін өткізіп жүргенде Тереза оларды лимузиннің артқы орындығынан ұстап алады. Джордан не дерін білмеді. Ақыры 3 күннен кейін ажырасуға арыз берді. Олар ұзақ уақыт бойы шалқып өмір сүрді. Ал компания заңсыз түрде табысын көбейтті. Ұсталып қалмас үшін өте мықты адвокат жалдады. Ақша ағынының көптігі соншалық қайда жұмсарын білмейді. Көп ұзамай Наомиге де үйленуге ұсыныс білдіреді. Ұсыныс білдіруінің өзіне $2 миллион жұмсайды. Үйлену тойында Наомидің Лондонда тұратын тәтесімен танысады. Наомиге соның есімімен аталатын қымбат яхтаны сыйға тартады. Бәрі ойдағыдай жүріп жатыр. Енді 1,5 жыл алдыға қарай басайық. 1,5 жылдан соң ашуланған Наоми Джорданның бетіне стақанмен су шашады. Ол түнде басқа қызбен көңіл көтерген қыздың есімін түн бойы қайталаумен болған. Джордан мас болып келуді үйреншікті іске айналдырған, және де Наомимен ұрыста жиі орын алатын болған. Бірақ екеуі интимді жағдайдан кейін бірін-бірі кешіретін. Джордан күнін жақсы бастап Стив Мэдденді әкеледі. Стив өзінің аяқ киімдерін таныстыру брокерлерге ұнамайды. Джорданның жасайтын цирктерін көріп үйреніп қалған брокерлер оған қоқыс әр нәрсе лақтырады. Джордан осы кісінің компания үшін маңызын айтып, жалынды сөздермен брокерлерді тыныштандырады. Ақыры Стив Мэдденнің компаниясын акцияларын сатылымға шығарады. Компания тағы да жетістікке жетті. 3 сағат ішінде $22 миллион табыс түседі. Бірақ ФБР Джорданның үйлену тойынан түскен суреттерге ресми сұраныс жібереді. Джордан жеке детективпен кеңеседі. Агенті ФБР Дэнмен араласудың қажеті жоқ. Ол өте ақылды адам дегеніне қарамастан, Джордан Дэнмен серіктесін яхтаға шақырып, әдеттегі ойын сауығымен оларды азғырмақшы болған. Бірақ ойлары сәтсіз болды. Детектив айтқандай, Дэн өте ақылды кісі екен. Олардың сөздерінің бірін-бірі қорлап, қоқан-лоққымен аяқталады. Ақыры ФБР кетіп тынды. Белфорд өз табысын жасыру мақсатында Иордания, Швейцария банктерінің көмегіне жүгінбекші. Ол ұшаққа мінерінің алдында есірткі тәріздес препаратты қабылдайды. Мұхит арқылы ұшып бара жатқанда стюардессамен сөзге келіп, капитанмен төбелеседі. Ал олар оны байлап қоюына мәжбүр болады. Және тек Кананың байланыстары арқылы трио банкер Сүрелмен кездеседі. Бұл жігіт қаржы операциялар жайлы бәрін біледі. Сол себептен банктік шоты жақын туыстарының атынан ашқанды дұрыс болады деді. Джордан Наомидің туысы лондондық тәтесімен осы іске көмек сұрайды. Ал ол келіседі. Олар ақшаны өткізу үшін Бред швейцариялық әйелін пайдаланады. Ақша көп, ал осылай жасауға адам аз. Бұл іске енді швейцариялық әйелдің туыстарын да тартуға күш салады. Дони Бредке дәл осылай менің де ақшамды өткізуге көмектес деген сөзі дау туғызады. Екі жігіт сөзге келіп, ақыры Бред Дониді нокаутқа жібереді. Ақша аударатын күні Дони Бредке ақшасына келіп, екеуі сөйлесіп тұрады. Қайта жанжалдасқанын полиция көріп артынан түседі. Милицияны көре салысымен қаша жөнеледі. Чемодандағы ақша түседі. Дони қашып үлгере алды, бірақ Бред емес. Бред тұтқындалып кетеді.
Дони өзінің байланысы арқылы 15 жыл бойы сақталған мықты есірткісін Джорданға әкеледі. Екеуі қуана тұтынады. Арада жарты сағат өтті, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Екінші дозаны да қабылдайды. Телефон тұтқасы шырылдап, арғы жағында детективтің дауысы естіледі. Детектив телефон арқылы емес, пошта жәшігі арқылы қоңырау шал, бұл маңызды деп қоя салады. Джордан қымбат суперкарын мініп жақын маңайдағы Мангур клубына барып детективпен тілдеседі. Детектив телефонына ФБР арнайы бақылау орнатқанын және де Бреттің тұтқындалғаны, Донидің жасырып қалғанын айтады. Тура сол сәтте әлгі мерзімі өтіп кеткен дәрі іске қосылады. Ақыры Джордан жүре алмайтындай дәрежеге жетіп сал болып қалады. Жорғалай жүріп көлігіне әрең жетеді. Көлігіне Наоми хабарласып, Дони ерсі қылықта жасап, швейцариялық банк иесімен сөйлесіп жатқандығын айтады. Оның сөйлесуін ФБР бақылап отыруы мүмкін деп үйіне асығады. Үйіне әрең жетіп, Дониден трубканы тартып алады және Донидің тамағына тұрып қалған дәріні шығарып, өлім аузынан аман алып қалады. Бұның бәрі үйде болған оқиға. Ол күш қуатымен диванға жайғасады. Енді жата бергенде милиция келіп, көліктің әр нәрсені соққанын айтып, бөлімшеге әкетеді. Дәлелдің жоқтығынан оны босатады. Бретт Дониді ұстап бермеді. Енді ол 3 ай түрмеде отыру керек. Адвокат ФБР қайтсе де сені түрмеге отырғызуға тырысады. Сол себеппен келіссей деп кеңес береді. Және де Стрит Окмент басшылықтан кетсе ғана бұл бәле-жәледен құтыласың дейді. Джордан әріптестерін жинап, өзінің кетіп бара жатқанын айтуға жинамақшы болған және өз құрған топпен соңына дейін бармаған үшін өзін 200-мін деп атай бергенде, кенет ол ойыннан тайқып шығып, тәуекелге бел буады. Ол еш жаққа кетпейтіндігін айтып, әріптестерімен соңына дейін баратындығын хабарлайды. Әкесінің кеңесіне қарамай, алдыға қарай жол жүреді. 3 айдан соң Бреттің түрмеден босатылуына байланысты керемет қылып тойлайды. ФБР Стрит Окменттің негізін қалаушылармен тілдесіп сұхбат алады, бірақ оларды сөйлету мүмкін болмады. Сол себептен олар жайлы іс қозғалмады. Адвокаттар ақшта қалуға шақырды. Дони мен Джордан әйелдерін ертіп Италияға бір жағынан демалуға, бір жағынан түрмеге кенеттен қамалмау үшін аттанады. Уолт басты рөлде болған кезде Джорданға хабарласып, Стив Мэддонның Джорданның заңмен мәселелерін естіп, акцияларын сатуға қойғанын естиді. Қырсық бір айналдырғанда шыр айналдырады демекші, Наомидің тәтесі де жүрек талмасынан қайтыс болыпты. Сүрел хабарласып, банктегі 20 миллион доллардың мұрагері ретінде Джорданды қалдырған айтып, бірақ іс бұнымен аяқталмайтын, ақшасында әлі де қауіп барын айтады. Наоми Лондонға барып әжесінің желеуіне қатыспақ болған, бірақ ойын Джорданның борт капитанына дереу Италияға ауа райының қолайсыз болғанына қарамастан шығуға мәжбүрлегені бұзады. Жолда олар өте қауіпті дауылмен бетпе-бет келеді. Бұл дауыл тіпті оларды ана дүниеге де жіберуі мүмкін. Джордан Дониге су басқан кабинадан жасыл есірткінің шөбін әкелуді тапсырады. Өз өмірін қатерге тігіп, тапсырманы орындайды және де сәтті болды. Джордан есірткіні үлкен апатқа кірмеске дейін қабылдайды. Оларды итальяндық құтқарушылар құтқарды, ал терезесінен Швейцарияға бармақ болған ұшақтың су түбіне батып бара жатқанын көрді. Бұны ол төбеден келген сый деп қабылдайды. 2 жылдан соң керемет қылып адамдарды байыту жайлы жарнама жасап жатқан жерінен ФБР оны құрықтайды. Сүрел ақшаны жасырумен болады. Джорданды үй қамаққа алынады. Дони бар шығындарын өз мойныма аламын деп қуантып қояды. Наоми біздің басты кейіпкермен сөйлесуді доғарған және ол салауатты өмір салтын ұстанып, есірткі мен ішімдіктен бас тартқан. Джордан ФБР-ге көмектеспесе, ақша сыртқа шығарған үшін кемі 20 жыл түрмеде болатындығын айтады. Біздің басты кейіпкерге ойлануға уақыт алады. Ойын қорытындылай келе, егер де мен қазір осы істен құтылмасам, түптің түбінде біреу менің түбіме жетеді ғой деп ФБР-мен келіседі. Белфордқа ауыр болған тағы бір оқиға, Наоми ажырасуға арыз жазған айтады. Бұнысымен қоймай, қызын ендігәрі көрсетпеймін деп қорқытады. Джордан боғауыз сөздер айтады. Наоми оны бетсізсің деп шапалақтан тартып қалса, Джорданның да жауабы дәл солай болады. Дәл диванын жыртып сол жерде 2 жылдан бері тұтынбаған есірткісін алып тұтынады. Бірден қызы ұйықтап жатқан бөлмеге аттанып, қызын көтеріп, көлікке отырғызып, әкесімен серуендеп қайтамыз дегенде, Наоми қарсыласып, көліктің терезесін сындырады. Көлік тұрағынан шығып, ағашқа соғылады. Рөлге басын қатты ұрады. Бұл соққы қызына да әсер етеді. Наоми көліктен қызын алып кете жөнеледі. Джордан ақыры тыңдаушы құралды кеудесіне тағып, өзі құрған фирманың былығын ашуға аттанады. Әріптестері бастығының қайта келгеніне риза. Кезек Дониге келгеннен портфелін ашып, қағазын шығарып, менде тыңдаушы құрал бар, көп нәрсе айтпа дейді. Ал дәл жаманы, осы жан досы деген Дони ФБР-мен келісіп Джорданды сатып кетеді. Тебя ждет тюрьма.
Джордан стрит окманты бар былығын ашуына тура келеді. ФБР барлық жұмысшыларды тұтқынға алады. Дони болса өз былығын сәтті өшіре алды. Біздің басты кейіпкерге 3 жылға сотталады. Басына қиындық түскенде жанында тек әкесі мен анасы қимай қоштасады. Джордан түрмеден қатты қорыққан. Сөйтсе бұл ойы қате екен. Дэн метрода жұмысына көңілсіз кетіп бара жатса, Джордан теннис алаңында түрмедегі өмірін жақсы өткізеді. Түрмеден босағаннан соң әлем аралап семинарларды өткізуге болады. Әр семинарының басы осылай басталды. Продай мне эту ручку. Осымен достар, кино әлеміндегі ең мықты кинолардың біріне шолу жасалынды. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеле кетулеріңізді сұраймыз. Олай болса қош сау болыңыздар.